Бәріне сәлем достар, сіздермен. Сіздермен Алишка. Бүгін, короче, бізде бүгін наказание. Жеңілген команда Сюстреминг дегенді жейді. Швецияның деликатесы. Жеңген команда 50 000 теңге. Сюда! Сделай! Allah koy. Давай, var. Бля, ержашки қалдырсыз? Бізде замена жігіттер, замена. Мен ең күлдіріп тұрғаны, короче, Алишка натуре салам көріп жатыр. Хорош! Лучший Ержаныч, молодец. Ойна. Дастан, асықпа. Ане бар, озат. В психиатрический стационар поступил впервые в 1991 году. Тенниси кезетче слоныгрыш ойынына қатыс. Және ең ірі сыйлықтарды ал. Сілтемеге өтіп, тіркел. Бірінші раундта біз өкінішке орай жеңіліп қалдық. Екінші раунд бізде удар из-за спины. Каждый бір удардан кім көп гол соғады, сол осы раунд алып кетеді. Против алишки команды играть тяжело всегда. Судья ғой. Алишка білесіз отпаған жайын шығара беретін. Өкінішке орай жеңіліп жатыр. Тима жағын әдемі гол соқты. Но мен бұны көп салам негізі бұндай голдар үшін. Линия. Сөйлемеші. Басынан. Жоқ, басынан реально. Үшін тез сөйлеуге олмайды, мешать жетпесеңдер жігі. Красавчик. Молодец, один. Я говорю, мне вообще не везет, что в прошлом видео, что в этом видео пока нет около. Біз ойын басталып таңдасып жатқанда ұтып қалдық қой уже. Алишка біз алғанда ұтып қалдық.
the moment. Flex, I do work 6 of 'em like my. намысты қолдан бермеуге тырыстық, бірақ та амал қанша. Тағдырдың маңдайға жазған осы екен. Швециядан келген балық сюрстрёминг, енді кім біледі оны, түсінесіздер. Өте сасық балық деп естігенмін, өзім білмеймін, бірақ енді көреміз. Соны жеу керек болады. Жеңілген команда. Ешке көрсек болады ғой, иә? Қазір бүкіл жерде иіс шығады. Да? Пока Алишка тупой болса. Алюминий иіс Атылмай ма? вот. Ну погоди, я не хуже. Ескеш? айта алмадым. Дәмі деген жас көзден бір-ақ атып шықты ғой, жас деген қараш. Мынаны ашу қиын болып жатыр ғой, ашу қиын болып жатыр ғой. Честно айтайын, без преувеличения, мен қараған кезде тоже ойлайтын, өтірік андай переигрывать етіп жатыр деп ше, неше тудырылсын видеоларын көрдім, басқа видеолар көрдім, ол нанның иісі шынымен де ештеңемен салыстырылмайды, мынандай өте жаман, просто сеніңдерші, шынымен де айтамын сендерге. Фу, ол нормально екен, мысықтың сүдігі сияқты ғой, болғы. Бергендер, қараш, ержасы қараш. Тараканды ойнаттық қой біз. Наоборот, ең жесткий наказание говорит. Ең жесткий наказание говорит. Девушка, вот так проходите, вот так. Ебана. Девушка, вот так лучше. Ну и сами. Это он 3 дня не мылся. Доказаться. Наоборот, ең жесткий. Эй! Кім жейді? Бәріміз жейді. Достар, өкінішке орай YouTube'тың ережелеріне байланысты біз жалғасын бұл жерде көрсете алмаймыз. Егер де толық нұсқаны көрем десеңіздер, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, немесе осы QR код арқылы менің жаңадан Telegram каналыма өтсеңіздер болады. Толық нұсқасы сол жерде. Ал егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.